Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздерге гипотиреоз гайд туралы ақпарат берейін. Гайдта бірінші қалқанша бездің анатомиясына. Қалқанша без гормондары қалай түзіледі? Гормондардың түзілуіне витамин, минералдар, ішек, бауырдың жағдайы қалай әсер етеді? Не үшін витамин, минералдар дефицитін толтыру керек деп айтамыз? Гипотиреоз дегеніміз не? Оған алып келетін себептері, клиникалық белгілері, балалар және нәрестелер арасындағы гипотиреоз. Гипотиреозды анықтау үшін қандай анализдер тапсыру керек? Осы референс нормалары берілген. Соған қарайсыз, анализді талдау жасай аласыз. Қандай жағдайда гипотиреоз, қандай жағдайда гипертиреоз деп аталады. Ұйқының ментальды денсаулық қалай әсер етеді? Мысалы, йод, селен ішу керек дейміз. Оларды қандай жағдайда ішуге болады? Қалқанша без кофакторлары туралы. Қандай баттар ішек бауыр жағдайын жақсартады? Гипертиреоз дегеніміз не? Оған алып келетін себептер, қандай ауруларда гипертиреоз кездеседі? Түйінді зоб, клиникалық белгілері, аутоиммунды тиреоидит, оған алып келетін себептер, аутоиммунды тиреоидиттің фазалары, анализде қандай көріністер болады? Емдеу, тамақтану қалай әсер етеді, ұйқы қалай әсер етеді, гормондар қалыпты болса да антителаны қалай төмендету керек? Және гормонға көрсеткіштер, қандай жағдайда гормон қабылдауға болады, пептид қабылдауға болады?